Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазанда осындай өте дәмді әрі ерекше тағам дайындайтын боламыз. Міндетті түрде менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер. Және де видео ұнаса қазақша контентті қолдап, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең әуелі қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін бөлме температурасында тұрған суға 1 жұмыртқа қосамыз және тұз сеуіп, барлығын шанышқымен біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Енді алдын ала електен өткізіп, өлшеп дайындап алған ұнымызды аз-аздан қосатын боламыз. Бірінші осылай қасықпен араластырып алдым. Әрі қарай қолыммен араластырып, қамырларымды біріктіріп, сәл қаттылау қамыр илейтін боламын. Оның барлығын бірден қосып жібермедім, өзімнің қамырымның ыңғайына қарай аз-аздан қосып отырдым. Барлығының мөлшерін видеоның астындағы описаниеге жазып қалдырып кетемін. Қамырды шамамен 5-6 минуттай басып илеп, шамамен 20 минутқа иін қандырып, бетін жауып қоямын. Енді салмамызды дайындаймыз. Тартылған етке ұсақтап туралған пияз қосамын. Дәміне қарай тұз бұрышын сеуіп, жақсылап араластырамын. Осы уақыт аралығында біздің қамырымыз да дайын болып қалыпты. Енді қамырымның бетін ашып, тағы да бір қайтара басып илеймін, шамамен 2-3 минуттай. Содан кейін қайтадан бетін жауып, иін қандырып қойып қоямын. Сонда қамырымыз жылтырап, әдемі болып тұрады және жайғанда да өте тез әрі оңай жазылатын болады. Мінекей, 3-ші рет енді алып қамырымды аз-аздан ұн себе отырып, оқтаулап жазып алатын боламын. Қамырды тым қатты жұқа қылып жазып жібермеңіздер. Әрине дөп-дөңгелек қылып жаю міндетті емес. Қазір қамырымызды бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Егерде дөп-дөңгелек, жып-жылтыр бір тегіс қылып еттің қамырын жаюды үйренгіңіз келіп жүрсе, менде YouTube каналымда еттің қамырын жасалу жолы, ондағы лайфхактар бар. Мінекей, қамырымызды осылай жайып дайындап аламыз. Өте қатты жұқа болып кетпесін. Қазір піскен кезде біздің тағамымыздың қамырлары жыртылып кететін болады. Енді арнайы кесемен немесе кез келген дөңгелек пішін беретін ыдыспен осылай жайылған қамырларымызды бірнеше бөліктерге бөліп алатын боламыз. Маған кесенің көлемі ыңғайлы болды, себебі тым қатты үлкен емес, тым қатты кішкентай да емес. Енді әрбір қамырымыздың ортасына біздің етті салмамызды салып шығамыз видеодағыдай, және де барлығын буып түйіп шығатын боламыз. Пішін беру өте оңай, видеодағыдай үшбұрышты етіп, жан жақтарын қосып ортасын ашып қоямыз. Сонда біздің тағамымыздың түрі де әдемі болады, ортасындағы еті де жақсы пісетін болады. Мінекей, барлығын осылай жасап шығамыз. Енді қызып тұрған пеште қазанымызды қойып, сұйық майымызды құйып, пиязымызды салып, қызарғанша қуыратын боламыз. Пиязымыз сәл қызара бастаған кезде ұсақтап, төртбұрыштап туралған сәбіздерімізді саламыз, араластырамыз. Сәбіздерімізді де сәл қызартып, 1-2 минуттай қуырып алатын боламыз. Енді араластыра отырып, ұсақтап туралған картоп саламыз. Қалауыңызша болгар бұрышында қоссаңыз болады, өте ерекше дәм береді. Барлығын жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай мен паприка қосқанды жақсы көремін, себебі әдемі түс береді, және де қызыл, қара бұрыш, тұз қосамын. Барлығын араластырамын. Менде оттың қызуы орташа қызуда тұр. Енді үстінен ыстық су құямын. Су біздің картоптарымыздың бетінен сәл ғана асып тұру керек. Енді қазанның қақпағын жауып, картоптарымды 1-2 минут отта қайнатып аламын. 1-2 минуттан кейін қазанның қақпағын ашып, жаңағы дайындап қойған 3 бұрышты етті қамырларымды сала бастаймын. Осы бұрқылдап қайнап жатқан картоптарымның үстіне, мінекей, суды өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай өте қатты көп қоймадым. Картоптарымыздың сәл бетінен асып, кішкене сәл ғана бетінен жоғарылау болып тұрғаны дұрыс. Барлық үшбұрышты қамырларымды видеодағыдай бірінші қатарлап салып алам. Қалған артылғандарын үст-үстіне қойып шығамын. Егер қамырлар бір-біріне жабысып қалады деп қорықсаңыздар, әрбір үшбұрышты қамырдың астына сұйық май жағып алсаңыздар болады. Енді оттың қызуын төмендетемін. Оттың ең төмен қызуында қазанымның қақпағын жауып, шамамен 40-45 минуттай баяу отта пісіріп алатын боламын. Осымен біздің ерекше тағамымыз дайын.
өте дәмді болып шығады. Егер де отбасыңызға ерекше әрі дәмді тағам ұсынғыңыз келсе, міндетті түрде осы тағамды дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Ендеше видеоны ұнаса лайк басып, қазақша контентті қолдап, арнама тіркеліп кетсеңіздер екен. Алдағы уақытта тағы да басқа түрлі рецепттермен сіздерді қуантатын боламын. Ас болсын.